Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuhu. Құрметті мұсылман бауырлар, оразаның уақыты таңның кіргенінен басталады, күннің батқанына дейін. Енді күн таң кіргеннен бастап күн батқанға дейін ештеңе ішуге, жеуге болмайды. Бірақ таң кіргенге дейін жеуді, ішуді рұқсат. Сондықтан ораза ниетпен емес, уақытпен бекітіледі. Яғни бір адам таң кірместен бұрын, жарты сағат бұрын, 20 минут бұрын аузын бекітіп қойған болса, ниет қылып, тағы таң әлі 20 минут бар, жарты сағат бар, тағы шөлдеп қалса, немесе дәрі ішкісі келсе, немесе тамақ жегісі келсе, таңдың кіргеніне дейін ол рұқсат. Кейбір бауырлар дұрыс түсінбейді бұл мәселені. Жарты сағат қалғанда мен аузым бекіттім, ниет қылдым. Енді ниеттен кейін ештеңе ішуге, жеуге болмайды деп ойлайды. Ол дұрыс емес бауырлар. Ниетің қашан дұрыс болады? Қашан уақытымен ниет қылсаң дұрыс болады. Яғни таңның уақыты кіргенде ауыз бекітілу керек. Аузыңды таң кіргеннен кейін ештеңе жеуге болмайды. Бірақ таңға дейін қанша ниет қылған болсаң, қанша аузыңды бекіткен болсаң, тағы таңдың уақыты кірместен бұрын жеуге болады. Осы мәселені дұрыс түсінейік бауырлар. Кейбір бауырлар өздерін білімсіздікпен қинайды. Мен аузымды бекеттім, болды, ештеңе жеуге маған болмайды, ішуге болмайды. Бірақ қарасаң әлі таң кірген жоқ, жарым сағат, 20 минут бар әлі. Бұл дұрыс емес. Таңдың кіргенімен күннің батқанымен есептеледі ораза. Одан бұрын 1 минут қалғанға дейін, немесе егер дұрыс точно уақытты білетін болсаң, уақытың кіргені 1 минут қалғанға, 30 секунд қалғанға дейін оны ішуге де, жеуге де болады. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.